Өткен жылы Қазақстанда жасыл экономика атты жаңа мемлекеттік жоба бастау алған болатын. Аталмыш бағдарлама тұрмыстық түйір қоқыстарды жою әдістемесін өзгертуге бағытталған. Біздің қалада бұл бағытта аз жұмыстар атқарылған жоқ. На территории города расположено 327 контейнерных площадок, на которых установлено 1164 контейнера. На 1 января 2013 года у нас состояние контейнерных площадок 17% они находились в хорошем состоянии, 36% площадок неудовлетворительным. Нехватка контейнеров составляла 80 штук. С 2013 года в городе проводится планомерная работа по установке новых контейнерных площадок. В 2013 году проведено благоустройство 12 площадок, из них 9 за счет средств местного бюджета. В 2014 году проведено благоустройство 29 контейнерных площадок, и в 2015 году выделено средства на благоустройство 8 контейнерных площадок. В результате проведенной работы у нас дефицит контейнеров сократится до 58 штук. Тұрмыстық қалдықтарды жинап оны жою бағытында жұмыстарды қазір қаладағы жеке мекеменің бірі жақсы қолға алған. Өткен жыл көп қабатты тұрғын үйлердің қоқыс жәшіктері тұратын орындарына қосымша жәшіктерді осы мекеме жұмысшылары қойған болатын. Мұнымен мамандар шыны пластмасса қағаздарды бөлек жинауды ұсынған. В рамках реализации проекта «Жасыл-Амир» в 2014 году на территории 7-го микрорайона устанавливались 4 контейнера для складирования отдельно стекла, пластика, бумаги, полиэтилена. При установке также проводилась разъяснительная работа с жителями по раздельному сбору мусора. Раздельный сбор мусора – это маленький шаг для одного человека и большой прорыв в деле охраны экологии для всего города. Также для сбора отработавших энергосберегающих ламп на территории города установлено 5 контейнеров. Установку контейнеров, вывоз и переработку этих ламп производит ТО «Промотход». На это из местного бюджета в 2014 году выделяла сумма 3 700 000 тенге. Егер қоқыстар алдын ала іріктелініп салынатын болса, ертең оларды қайта өңдеуден өткізіп, қажетке жаратуға болады. Қала басшысы енді осы жұмыстарға аса мән беру қажеттігін ескертті. Бұл ретте әкім көп қабатты үйлердің маңындағы қоқыс жәшіктерін қалдықтарды іріктеуге мүмкін болатындай етіп, жағдай жасауды ұсынды. Может быть, в эту сторону сразу идти? Не надо нам ждать 50-го года. Давайте в Темиртау сделаем в течение, допустим, 3 лет. Реально можно это сделать. Если мы объединим усилия участников, допустим, многие, кстати, подходят и говорят, это интересный бизнес. Мусор – это вообще интересный бизнес. Это бизнес будущего, да, по большому счету. Он не зависит от летнего периода, там, от зимнего периода и так далее. Это вечный бизнес. Хороший бизнес. Везде это процветает. Если мы это двинемся, сейчас начнем работать в этом направлении, мы, мне кажется, можем, не надо ждать 50-й год. За 3 года можно реально что-то сделать, перерабатывать, показывать все. Теміртау қаласында қоқысты іріктеп салып, экологиялық жағдайды жақсартуға мүмкіндіктің барлығын айтқан қала әкімі жергілікті басшыларға осы бағытта жұмыстарды қолға алуды тапсырды. Осындай ісімізбен өзге аймақтарға үлгі болайық деді ол.